Саламатсыздар ма балалар? Жаратылыстану сабағы 2 сынып. Сабақтың тақырыбы массаны қалай өлшейміз. Оқулығымыздың 71-ші бетін ашамыз. Адам күнделікті өмірде түрлі заттардың массасын өлшейді. Мысалы, тамақ пісіргенде, тауар өндіргенде және сатып алғанда заттың массасын білу керек. Заттардың массасын таразымен өлшейді. Енді мынандай таразының түрлері бар. Алғашқы кездерде адамдар тыр тастары арқылы заттың массасын өлшеген. Кейіннен электронды таразылар шыққан. Адамдар қазіргі кезде электронды таразылармен заттарды өлшейді. Қазіргі кезде таразыларды тек дүкендерде ғана емес, үйде де қолданамыз. Қазіргі кезде азық-түлікті өлшейтін кішігірім таразылар бар, және де адам салмағын өлшейтін таразылар бар. Біздің үйімізде барлығымыз көп қолданатын ол өзіміздің салмағымызды және де азық-түлікті өлшейтін таразыларды қолданамыз. Енді назарларыңды тест тапсырмаларға аударыңдар. Бірінші сұрақ. Таразының көмегімен нені өлшеуге болады? А. Массаны, Ә. Күшті, Б. Жылдамдықты. Балалар, ойланамыз. Таразының көмегімен нені өлшеуге болады? Дұрыс айтасыңдар. Дұрыс жауабы А. Массаны. Екінші сұрақ. Үлкен таразымен ненің массасын өлшеуге болады? А. Бір жидектің, Ә. Бір қап картоптың, Б. Дәрінің. Мұқият оқимыз. Үлкен таразымен нені өлшейді екенбіз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Үлкен таразымен Ә жауабы бір қап картоптың массасын өлшеуге болады екен. Енді дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күн ретін жазамыз, бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Бірінші тапсырма. Бауырсақ пісіру үшін әжеге алдымен ұнды өлшеп алу қажет. Әжеге қажетті құрал нешінші тұр? Санды жаз. Енді суреттерге назар аударамыз. Осы жердегі суреттердің ішінен қай сурет арқылы біз ұнды өлшеуімізге болады. Оны дәптеріңе жазып, маған жібер. Екінші тапсырма. Таразыда көрсетілген массаны анықта, жаз. Таразының тілдеріне қараймыз. Қай санға келіп тұр? Яғни сол заттың суретте бұрыш тұр. Бұрыштың массасы қанша екенін білеміз. Енді балалар, біз массаның өлшем бірліктерін білеміз. Еске түсірсек, ең кіші өлшем бірлігі ол грамм, одан кейін килограмм, центнер, тонна. Енді еске түсірсеңдер, дәптерлеріне қанша килограмм екенін жазып, өлшем бірліктерінде бірге жазуды ұмытпаңдар. Үшінші тапсырма. Таразының көмегімен бөлме ішіндегі қандай заттардың массасын өлшеуге болады? Бөлмелеріне жан-жақтарына қараңдар. Сол заттарды өлшеп, атауын жазуымыз керек. Дәптерлеріне мынандай кестені жазасыңдар. Осыған заттың атауын, екінші бағанға салмағын жазасыңдар. Мысалға, мен бөлмемде не тұр? Кітап тұр. Кітаптың салмағы қанша болады? Соны жазам. Мысалға, кітап 700 грамм деп. Арғарай өздерің орындайсыңдар. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма. Сендерге заттардың тізімі берілген. Сол заттарды қандай өлшем бірлікпен өлшейміз? Жазыңдар. Үлгі, мысалға, қызанақты килограмм дейміз. Адам, көлік, тұз, картоп, кітап, қарбыз, піл, көмір беріліп тұр. Осылардың тұсына өлшем бірліктерін жазып, маған Classroom платформасына жібереміз. Осымен
сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма 70-71 бетті оқимыз. Есімізде заттардың массасын таразымен өлшейтінді ұмытпай сақтап жүреміз. Енді бүгінгі сабақ ұнаса, кері байланыс беріп кетіңдер. Ал жемістер кері байланысын, яғни барлығын түсінсең, жасыл алманың суретін сал. Енді түсініп келемін, орташа десең, сары алманың суретін сал. Мүлде сабақ түсініксіз болды десең, онда қызыл алманың суретін дәптеріңе салып, маған жіберуді ұмытпа. Сабақ аяқталды.